Халықаралық әділ сөз бостандығын қорғау қоры түсіндіреді. Егер сізге қауіп төнсе, не істеу керек? Сізге қауіп төндіретін адамның мақсаты қорқыту. Ал сізді арандатушы адамның мақсаты сізді қате әрекетке итермелеу. Қауіп төндіру бос сөздерден тұрады көбіне. Бірақ қауіп қатердің нақты екендігіне сенбесеңіз де, хабарламалардың барлық скриншоттарын мұқият жинаңыз, телефон сөйлесулерін жазыңыз, видео өзіңіздікі және куәгерлердікі және куәгерлердің контактілерін жинап алыңыз. Осыдан кейін полицияға арыз жазыңыз, редакцияңызды жағдайдан хабардар етіңіз, әділ сөз қорына хабарласыңыз. Ең бастысы, айқайламаңыз, ұрыспаңыз және төбелеспеңіз. Олай болмаған жағдайда сізді жауапкершілікке тартуы мүмкін. Заңға сілтеме төменгі видеодан кейінгі пікірлерде.